Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге ұлттық бизнес туралы ақпарат айтып береміз. Біздің бірінші тақырыбымыз ұлттық бизнес деген не? Қазір кәсіпкер болуды армандамайтын адам жоқ шығар. Өйткені бизнес сала кеңінен тараға сауап деп саналады. Кәсіпті қалай бастау керек? Ең маңызды өзің жақсы көретін, білетін жұмысын немесе ісін жақсы білу керексің. Бизнестің өзінің талаптары бар. Біріншіден, сіздің өндіретін немесе сататын затыңызға сұраныс бар ма? Екіншіден, одан сізге қаншалықты пайда түседі? Үшіншіден, сіз бәсекеге шыдап бере аласыз ба? Төртіншіден, сіз осы затты өндіруге немесе сатуға сіздің біліміңіз жете ме? Бизнес құраған кезде осы төрт талаптарды сақтап және дұрыстап қолдану керек. Ең басты табысы мол бизнес салалары 7 түрге бөлінеді. Олар тіс дәрігері, шаштараз, фотограф, білім салалары, жалға беру қызметі, жерлеу және қызмет көрсету. Ал енді толығырақ ақпаратты сіздерге Рахымжан мен Шырын айтып береді. Оларға сөз беремін. Екінші тақырыптың аты ол ұлттық бизнестің маңызды салалары. Ең біріншіден, табыссыз қалмайтын екі мамандық бар. Біріншіден ол тіс дәрігері, екіншіден ол шаштараз. Бұл бұрыннан келген мәлім фотографтарда толы. Өйткені Қазақстандағы той фотографсыз өтпейді. Одан кейін ол білім саласы. Соңғы жылдарда бізде ағылшын тілді курстары көбейді. Табысы мол бизнестер ол ломбард және жалға беру қызметі толықтырады. Қазіргі таңда той киімдері, әшекейлері және тағы басқа заттарды жалға беру қызметінде алуға болады. Келесі сөзді мен Шырынға беремін. Ұлттық бизнес жоспарлар және әйгілі бизнесмендер туралы айтылады. Болат Өтемұратов, Тимур Құлыбаев және Владимир Ким топ-50 ең танымал және әйгілі бизнесмендер қатарында тұрады. Өтемұратовтың бизнес саласы ол банктер, инвестиция, телекоммуникация, медиа және металл болып табылады. Ол Қазақстанның Билайн-Зона маркасы, инвестициялық қоры, верный капитал және банк саналған, voxpopuli.kz сайты, Мегаполис газеті және Портубанктың иесі болып табылады. Тимур Құлыбаев көп салалы әртүрлі бизнес саясымен айналысады. Журналдың пікірі бойынша Тимур Құлыбаев бизнесмендер қатарына ең бірінші болып келеді. Самұрық-қазына және ірі ұлттық компаниялардың иесі болып келеді. Владимир Ким ол Қазақмыс басшысы. Қазақмыс ол барлау, іздеу, өндіру. Қазақстандағы персонал бойынша Қазақмыс ол ең бірінші компания болып табылады. Құрайтын шамамен 80. Қазақстанда көптеген бизнес мектептер, стартап мектептер қазір жылда пайда болды. Оның ішінде ең танымал мектептер ол Startup School және Upgrade School. Startup School ол жаңа түрде IT технологиямен байланысты бизнес-инкубатор деп саналады. Және Upgrade School ол тренингтермен байланысты бизнес мектеп саналады. Қалай бизнесмендер өзінің бизнесін құрып, немесе жоспарын құрып, сол туралы айтылады. Және маркетинг жағынан, менеджмент жағынан, финанс жағынан тренингтер жүргізіледі. Келесі сөзді. Ресурстармен өте бай мемлекет. Және Қазақстанда қазіргі таңда ұлттық бизнес дамып жатыр.
ол қалай дамып жатыр? Жалпы жеке адамдар өз жеке бизнесін ашуға тырысады. Ол қалай етеді? Олар Инстаграм арқылы жарнама жасап, өз бизнесін жариялайды. Және де осылай бизнесті, Қазақстан экономикасын көтеріп назарларыңызға көп рахмет. Coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the